Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен алма пирогын жасаймыз. Оның құрамына кіретін бізде 4 жұмыртқа, 1 стакан қант, 80 немесе 100 грамм сары май, 180 грамм ұн, 10 грамм қопсытқыш, 1 штук алма. Небәрі 6 заттан тұратын пирог. Өте дәмді. 4 жұмыртқамызды алып, чашкаға салып, барлығын миксермен араластырамыз. Араластырғаннан кейін үстінен 1 стакан қантымызды салып, бірге араластырамыз. Қанты ерігенше араластырып, үстінен 100 грамм сармайымызды саламыз. 100 грамм сармайымызды салып, бірге араластырып болғаннан кейін 180 грамм ұнымызды салып, барлығын бірге араластырамыз. Оның үстінен 10 грамм қопсытқышты араластырамыз. Ең соңында бәрін бір келкіге әдемі болып масса болып шыққанша араластырып аламыз. Салмасына 1 штук алма. Пешімізді 180 градусқа ысытып дайындап қоямыз. Салмасына 1 штук алманы дайындап кесіп аламыз. Формамызды сары маймен жағып сүртіп аласыздар. Дайын болған смесімізді формаға салып, әдемелеп, алманы осылай салып, турап, духовка 180 градусқа пісіріп алып.